Бекен Қайратұлы. Атаңды асырайсың ба, шырағым? Сары үстелге тұмсықты тіреп қойып, буы бұрқыраған мақала жазып жатыр ек, есіктің арғы жағынан. Бұл редакция ма? Деген солғын дауыс естілді. Иә, іздеген редакцияңыз осы. Сәлден кейін есіктен ақ шулан сақалы темекінің қошқыл түтініне ыстанып, қоңыр сарғыш тартқан егде адам кіріп келе жатты. Жамырай сәлем бердік. Ақсақал ассалауды көптен бері естімеген адамдай аңтарылып қалды. Тілін калимаға келтіріп, күбірлеп мезрет жасағандай болды. Бізге солда жетіп жатыр. Сәлден соң дәл маңдай алды қарсыдан күңіренген үн шықты. Селк етіп басымызды көтерсек, күрсінген әлгі қария екен. Біз сізге не күн туды дегендей жәудірей көз тастадық. Сөйтсек, сақалды қарияның жалғыз ұлы бар екен. Үлкен қызметте істейді дейді. Келіні орыс па әлде поляк тектес будан тұқымнан. Қысқасы, ұл мен келін шалды сыйғызбайды. Бізге мұңын шағып, бір ауыз арыз арманын айтқалы келіпті. Сонда айтпағыңыз не дедік? Тегі осы сауалды күтіп отырған болу керек, қария жұлып алғандай. Ұрпақтарыңның ұрпағын орысша оқытпаңдар деп салды. Айтуын айтса да өзіне де оңай тимеді, ауыр күрсінді. Әр демінен жалын шарпиды, күйініш әлде өкініш оты. Осын айтты да кетуге ыңғайланды. Аңтарылып біз қалдық. Табалдырықтың үстінде тұрып, өз ұлтының тәлім тәрбиесін алмаған бала әкесін осылай жылататын болады деді. Ақшулан атамыз кеткеннен кейін отырып алып ойландық. Біздің бала кезімізде шал мен кемпірлер аулада ойнап жүрген қара домалақтардың кез келгенін шақырып алып, мейірленіп тұрып маңдайынан иіскейтін. Жердің жеті пұшпағы сыйып кетерлік терең қалтасынан жарты шақпақ тәтті алып, әлгі боқмұрынның қолына ұстатып, бұл үлкейгенде бәрімізді асырайды дейтін. Сонда әлгі көзі басы топырақтан көрінбей тұрған бейбақ баланың көзінде от жанатын. Танауын бір тартып қойып, «Е, бәріңді асырайым» деп дік еткізетін. Шалбарының арты тесіліп, құйрығы көрініп жүргені ойында жоқ. Қазақ бала біткенді осылай тәрбиелеуші еді. Одан кейін қазақ баласы үшін ата мен әженің тәрбиесі дейтін ғаламның ешбір оқуы жетпейтін құрал бар. Қазіргі жұртының мұратын жоқтап, халқының қадірін түсініп, обал мен сауапты айырып жүрген азаматтардың барлығы дерлік ата мен әженің тәрбиесін көргендер. Сенбесеңіз осындай адамдардың өзінен сұрап көріңіз. Мен атам мен әжемнің қолында өстім деген жалғыз жауап аласыз. Осындай шал мен кемпірдің балаларына істі ойланбай тапсыруға болады. Өйткені оны тәй-тәй басқан сәби кезінен бастап атасы, осы балам ер жеткенде мені асырайды деп әбден санасына шегелеп тастаған. Оның миында мен атанаға қызмет істеуім керек деген ұғым баяғыда кодталып қалған. Оны өшіру мүмкін емес. Сіз ертеңнен бастап балаңызға атанаңды асырайсың ба, шырағым деп сұрап көріңізші, ол не айтар екен? Қорқам кейінгі жас балалардан.